жатыр. Бүкіл әлем жеңісті, жеңіс, тіршіліктің жүрегі. Жеңіс күні тербетеді даланы. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді жеңістің 75 жылдық мерекесімен құттықтаймын. Біздің елімізде енді соғыстың табы бүлінбесін. Соғыстағы жеңіс бізге оңайлықпен келген жоқ. Әрбір отбасы соғыстың зардабын тартты. Біздің аталарымыз Жұматаев Оразалы, Алибаев Сейфолла, Көшкеншенов Қалиолда атамыз да соғысқа аттанып, өздерінің жеңіске үлестерін қосты. Сейфолла атамыз ерлікпен қаза тауып, Польшаның Гданьск қаласына жерленді. Ал Оразалы атамыз бен Қалиолда атамыз ерлікпен жеңіспен соғыстан оралды және бейбіт өмірге араласты. Бізге осы аталарымыздың ерлік жолы мақтаныш. Біз оны әр уақытта ұрпақтарымызға мақтан етіп айтамыз. Олардың ерлігіне тағзым етеміз. Осындай соғысты біздің болашақтағы жастарымыз еш уақытта көрмесін. Елімізде тек қана бейбітшілік, тыныштық заман болсын.